Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар қауымы. Біз сіздермен шабыт рухани танымдық жобасының кезекті дәрісінде жолығып отырмыз. Біздің жобаның мақсаты қазақтың мәдениетіне, әдебиетіне өзіндік із қалдырған ұлт тұлғаларының педагогикалық ойларын ортаға салу, олардың идеяларын насихаттау, шығармашылығына ой жүгірту. Ал енді бүгінгі біздің дәрісіміз Абай Құнанбаевтың педагогикалық ой тағылымдарына арналып отыр. Дәріс барысында Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығына байланысты сұрақтарыңыз болса, чатқа жазып отырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға назар аударамыз, жауап береміз дәрістің соңында. Және Абай Құнанбаевтың педагогикалық идеяларға негізделген шығармашылығы, өлеңдеріне байланысты ойларыңыз, тұжырымдарыңыз болса, бөлісіп отырсаңыздар болады. Олай болса, кезекті ұлы ақынның шығармашылығына арналған бейнероликке берейік. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ой демектің бәрі де ақымақшылық. Абай өз шығармаларында адам болудың талап тілектерін атап, өзінің гуманистік танымы тұрғысынан өскелең ұрпақтың адамшылық негіздері, бой қойылатыр қасиеттері қандай болмақ деген ойға ерекше көңіл бөледі. Ақын шығармаларында өзекті желдей созылып, ғұмыр бойы танытуға ұмтылған, өмір бойы шарқ ұрып іздегені толық адам. Абайдың толық адамы рухани жетілген, кемеліне келген адам. Толық адам Абайдың армандаған, аңсаған мұрат мақсаттарының ең биік қол жетпес асқар шыңы. Толық адам ғана нұрлы ақылдың иесі болмақ. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абай адам баласына қасиетті үш нәрсе: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек екенін тереңнен толғап, толық адамға тән қасиетті көрсетеді. Хақымыз деген толық адам осы қасиеттерден туындайтын талапты, еңбекқор, ізгілікті, мейірімді, қанағатшыл, рахымды, тұла бойы толған, ар-ұят, пенделіктен қол үзген имандылық жолындағы абзал азамат. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек дегенде Абай толық адам хақында ұстанған көзқарасына сай сипаттарды атайды. Осы үш ұғымнан туындайтын әділет, рахым, мейірім, ар-ұят, талап, еңбек, өнер сияқты қасиеттерге ерекше мән береді. Абайдың толық адамы адамгершілікті ту еткен, әділеттілік пен моральдық принципті ұстанған, ақылды, білімді, қай нәрсеге болсын ақыл таразысына салатын, дүниенің сырын танып білген дана тұлға екені анық. Рахмет. Олай болса, дәрісімізге кірісеміз. Дәрісті бастардың алдында тағы да бір ескертіп өтейін. Егер сұрақтарыңыз болса, Абай Құнанбайұлының өміріне, шығармашылығына байланысты ой тұжырымдарыңыз болса, чатқа жолдап отырсаңыздар, дәрістің соңында біз міндетті түрде тоқталып жауап беретін боламыз. Олай болса, әңгімені Абайдың Телғара деген бала кезіндегі лақап атынан бастайын деп отырмыз. Енді Абайдың азан шақырып қойған аты Ибрахим екені баршаңызға белгілі. Және бала кезінде оны Телғара деп атады. Неге Телғара деген кезде әжесі мен анасының тәлімін қатар алды. Екі жақты тәрбиеге қанығып өскендіктен оның атын Телғара деп айтты. Осы жерде бір маңызды бір пікір бар. Мұхтар Әуезов айтқан, балалық шағында екі ананың тәрбиесінде болған Абайды айналасы Телғара деп атаған болса, Абай өмірде ғана емес, әдебиетте де шығыс пен батысты қатар меңгерген Телғара болды деп атайды. Оның үстіне тағы да бір айта кететін дерек, Әуезов сол алғашқы Абай туралы жазатын романның атын ең бастапқы берген сұхбаттарында Телғара деп атайын деп бір сұхбат берген. Бірақ енді ол кейіннен Абай болды, кейін Абай жолына айналды. Бірақ ең бірінші Әуезовтің идеясы осы романды Телғара деп атау болған. Сондықтан Телғара деген ұғым ол Абайдың балалық шағында иемденген лақап аты ғана емес, оның әдебиеттегі жолы, өрнегі және Абай нәр алған бастауларды көрсететін үлкен бір маңызды ұғым екендігін баса айтқымыз келеді. Енді кеңес дәуірінде осы Абайдың батысы шығысы деген кезде Абайдың орыс әдебиетінен алған тәліміне бір басымдық берілген,
сол бағытта айтылған әңгімелер негізі көп айтылды. Абай батыс әдебиетінен үйренді, орыс әдебиеті арқылы еуропалық деңгейге, еуропалық өріске шықты деген әңгімелер көп айтылды. Бірақ енді қазір абай тану бір орында тұрған жоқ қой. Абай тану өзі басқаша бір қырынан ашылып жатыр. Абай танудағы жас ғалымдар абайдың шығармашылығына басқа көзбен, бір тәуелсіз көзбен қарап жатқан кезде, сол айтылған пікірлердің ішінде кейбір пікірлермен келіспеушіліктерді байқаймыз соңғы кезеңдерде. Мысалға Мұхтар Әуезов абай танудан жарияланбаған материалдар деген ғылыми еңбегінде былай дейді: абай батысқа барғанда арқасын ақылмен қабылдаған мұсылманшылыққа, шығысқа тіреп алып барады дейді. Яғни абай батыс әдебиетіне қызығушылық танытқан кезде түбегейлі сол жақты өзіне үлгі, арқа тірек негіз қылып алған жоқ дейді. Ол шығыстан қол үзген жоқ. Өзіміздің туған топырақтың әдебиетінен, шығыстық танымнан, шығыстық түсініктен алыстап кеткен жоқ. Тағы да бір пікір осы кітапта айтылатын: абайда шығыстан әкелген белгілер батыс әкелген белгілерден басым түсіп жатады дейді. Яғни Әуезов абайдың батысынан гөрі шығысы басым екендігін қадап айтып отыр. Одан кейін тағы бір Әуезов айтатын тағы бір пікір: абай өмірінің соңына дейін шығыс жағалауымен байланысын үзген жоқ. Оның анасы атын еркелетіп абай деп атады. Мағынасы абайлы, ақылды, ойлы деген сөз. Осы жерде абай деген сөздің бекерге аталмағаны, Ибрахимнің абайға бекерге ауыспағанына кішкене тоқталғымыз келеді. Әуезов айтып отыр: абай деген сөздің мағынасы абайлы, ақылды, ойлы деген мағынаны білдіреді. Одан кейін Мағжан Бекенұлы 1922 жылы жарық көрген педагогика атты кітабында осы абай деген ұғымға түсінік берген. Абай дегеніміз сыртқы дүниедегі бір затқа, яки ішіміздегі бір жан көрінісімізге, ойға, ішкі сезімге, қайратқа жанның төнуі, нүктеленуі дейді. Яғни абайдың бойында мынандай бір қасиет болған: бір мәселеге кіріссе, бір нәрсені зерттейтін болса, соны түбірімен, тамырымен қопарып зерттейтін осындай қасиет бала кезінен байқалған. Енді қазір біз қолданып жүрген абай бол, абайла деген сөз бұл мағынаға келмейді шын мәнінде. Одан кейін осы Қасым Аманжоловтың бір өлеңі еске түсіп отыр. Қасым Аманжолов айтады: абай десе абайсың, абайладың жан-жақты деп, осы атты керемет бір өлеңдегі өрнекке айландырып отыр. Яғни абай жан-жақына жіті мән берді, жанын соған төндіріп, нүктелендіріп, не туралы айтса да қопарып, тамырын, түбірін қопарып тұрып жазғанын білдіреді. Сондықтан Ибрахимнің абайға атануының астарында үлкен мағына жатыр, мазмұн жатыр. Одан кейін екінші бір тоқталатын әңгімеміз ол 1913 жылы жарыққа шыққан Ахмет Байтұрсынұлының «Қазақтың бас ақыны» деген мақаласы. Осы мақаласында Ахмет Байтұрсынұлы абайға бұрынғы соңғы ақындардың ішінде, қазіргі ақындардың ішінде абайға тең келетін ақын жоқ деп үлкен баға береді. Осы бағаның берілгеніне қазір 100 жылдан асып кетті, 110 жылдан асып кетті. Бірақ бұл баға ешқандай өзгерген жоқ. Бұл бағаны ешкім жалғанға, өтірікке шығарған жоқ. Бұл нені білдіреді? Бағаның ғылыми негізде, даналық негізінде берілген білдірсе керек. Енді осы мақалада абайдың шығармашылық лабораториясына терең мән береді. Сол шығармашылық лабораториясын Ахмет Байтұрсынұлы ғалым ретінде қопарып тұрып ашады. Осы мақаладан бір-екі цитата келтірсек. 1903 жылы ақаң айтады: қолыма абай сөздері жазылған дәптер түсті. Оқып қарасам, басқа ақындардың сөздерінде емес, олардың сөзінен басқалығы сонша әуел кезде жатырғап көпке дейін тосаңсып отырасың. Сөзі аз, мағынасы терең. Енді осы жерде осы Ахмет Байтұрсынұлы айтып жатқан әр сөйлемнің, әр тіркестің абай шығармашылығын тап басып таныған қатарлар, тап басып таныған ғылыми бір тұжымдар екендігі таңғалдырады. Ары қарай оқысақ, бұрын естімеген адамға шапшаң оқып шықсаң, азына түсініп көбінің мағынасына жете алмай қалады. Кей сөздерін ойланып дағдыланған адамдар болмаса, мың қайтар оқыса да түсіне алмайды. Не мағынада айтылған біреу баяндап ұқтырғанда ғана білет дейді. Бірақ бұл жерде бұл кемшілік абайдың кемшілігі емес, сол абай айтқан ойға жете алмаған оқырманның, оқушының кемшілігі екенін ашып негіздеп айтады. Олай болғанда айып жазушыда емес, оқушыда. Не нәрсе жайын жазса да абай түбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін қармай жазады деп түйіндейді. Осы жердегі әр сөйлем абай шығармашылығының негізгі сипатын
суретін анық көрсетіп тұр деп айтсақ артық айтқандық болмайды. Расында да Абайдың шумақтары, Абайдың өлеңдері бір қараған кезде, бір оқыған кезде алдыра қоймайды. Абайдың жұмбағы оңай жұмбақ емес. Әлі күнге шейін ғалымдар зерттеу жүргізіп жатыр. Енді бұл жерде ұлы ғалым сол ұлы ақынның шығармашылық сипатын лабораториясын тап басып танып ашып отқандығын мойындамасқа ләз жоқ ешқандай да. Одан кейін осы мақаланың бас жағында Байтұрсынұлы айтады, алғашында жалпы қазақ өзінің жүйрігін мақтай береді ғой, сондай өзінің өңіріне бір танымал, қатты мақталған ақындардың бірі шығар деп дәптерін қолыма алдым. Бірақ дәптерін қолына алған кезде көзқарасым, пікірім өзгерді деп осындай бір ерекшелігіне тоқталады. Енді келесі Абайдың өміріне, шығармашылығына арналған шығармалардың ішінде шоқтығы ең биігі әрине ол Абай жолы роман эпопеясы. Біз Мұхтар Әуезовке арналған дәрісімізде осы Абай жолының жазылу тарихына тоқталған едік. Ең бірінші автор Абай туралы шығарманы Телғара деп атамақшы болғандығына тоқталдық. Одан кейін алғаш рет Абай деген атпен жарыққа шыққан, кейін 4 кітапқа айланып, алғашында 2 том жазбақшы болған, кейін ол 4 томға айналып, үлкен әлемдік деңгейдегі, әлемдік әдебиеттің бір жауһарына айналды. Сол кезде оның аты да Абай жолы болып өзгергендігіне біз тоқталған едік. Енді осы Абай жолы бірнеше бөлімдерден тұрады. Соның ішінде қайтқанда деген бөлім бар. Осы жерде бір ғажап бір қазақы тәрбиеге, қазақ отбасының суретіне байланысты бір ғажап бір көрініс бар. Соған қайта соққымыз келіп отыр. Абай Семейдегі оқуын тәмамдап келе жатыр. Сонда Абай жолында айтады, 3 күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне бала шәкірт барын салды дейді. Содан ауылдастарының бәрі Абайдың келетінін алдын ала біледі. Сөйтіп бүкіл ауыл, Абайдың ауылы, ауылдың сыртына шығып Абайды күтіп отыр. Енді бұл расында да эпопеяда қайтқанда деген бөлімде суреттелген бір көркемдік қиялдың жемісі емес. Абайдың немере інісі Әрхам Ысқақұлы деген қаламгердің естелігінде дәл осы сурет айна қатесіз осы күйінше беріледі. Демек, Мұхтар Әуезов бұл эпизодты ойдан шығарып атқан жоқ. Шын мәнінде өмірде болған оқиға. Енді Абай аттан түсіп, ең бірінші әрине анасы Ұлжан сағынып келе жатыр. Сөйтіп жақындай берген кезде Ұлжан айтады, "Ай шырағым балам, әуелі ар жағында әкең тұр, сәлем бер" дейді. Баласын құшақтамайды, бетінен сүймейді, маңдайынан иіскемейді. Ең бірінші әкеңе барып сәлем бер деп, Ұлжан өзінің текті әулеттен шыққан, текті тамырдан нәр алған текті ана екендігін көрсетеді. Бұл жерде қазақ отбасындағы жаңағы ер азаматтың әкенің орны қаншалықты болған байқау болады. Содан кейін жайлап Абай әкесіне жақындайды. Әкесі екі кісімен бір елдің мәселесін талқылап тұрады. Абаймен салқын амандасады. Енді Абай жолында осы сәт былай суреттеледі. Бала ес білгеннен бері әкесінің қабағын жұтаң қыста райын баққан кәрі бақтақшыдай бағып танып өскен. Әкесі де бұл баласының сондай сезгіштігін өзге балаларына артық санаушы еді дейді. Абай да сол әкесінің сол кішкене салқын суық амандасып тұрғанын байқады. Сөйтіп Құнанбай Хазіреттің пәтуасын алсаң, барып шешелеріңмен амандас деп салқын ғана амандасады. Мынандай бір тұжырым жасауға болады. Құнанбай неге баласын құшақтамады, неге маңдайынан сүймеді? Өйткені Абай соған жету керек. Бұл Құнанбай тәрбиесінің өзегінде жатқан үлкен бір мәселелердің бірі болған. Және осы жерде мынандай бір эпизодқа мән берейік. Осы қайтқанда бөлімдегі Майбасар Абайдың жауабын ұнатып тұрып, өзі тіпті көшелі кісі болып қапты дей беріп еді. Құнанбай оның сөзін аяқтатпастан Абайға бар ана шешелердің жаққа бар амандас балам деді дейді. Осы жерде мына Құнанбай тәрбиесінің негізгі ұстанымдары көрініп тұр. Ол Абайды мақтаған жоқ. Біреулер мақтап жатса, оны мақтатпай тоқтатып, кейде бастырмалатып сөйлеп кетіп, кейде оқты көзін қадап тоқтатып тастап отырады. Және бүкіл Абай жолында сол Құнанбайдың Абайға байланысты айтқан бір оң бағасын көп жерде кездестірмейміз. Бір эпизодта осы балаларыңыздың қайсынан үміт күтесіз деген кезде Құнанбай айтатын сөз бар. Не күтсеңдер де, мына жаман қарадан күтсеңдер дейді. Содан әкесінің қасынан кетіп, әжесіне жақындай берген кезде әжесі алдымен ренжігенсіп, өкпелегенсіп, қапына жүгермек бірінші маған келмей әкесіне бардау деп тұрғанымен жақындаған кезде шырағым, күнім, құлым деп Абайды құшақтап, көз жасына да ерік береді. Міне осы қарапайым ғана эпизодта қазақ отбасының суреті көрініп тұр. Қазақ отбасындағы ананың, әкенің
әженің орны қаншалықты екендігі ғажап суреттелген. Және тағы да қайталап айтамыз, бұл ойдан шығарылған бір көркемдік қиялдың жемісі емес, шын өмірде болған, Әрхам Ысқақұлы Абайдың немере інісі естелікте қалдырған, расында да болған оқиға. Енді осы жерде біз бір маңызды бір мәселеге тоқталайын деп отырмыз. Абай мұралары бізге қалай жетті? Мұхтар Әуезовтің жаңа біз жоғарыда атап өткен абайтанудан жарияланбаған материалдар деген өте құнды кітабында Мүрсейіт сол кезеңнің баспаханасы болды деген бір сөйлемді кездестіреміз. Абайдың өлеңдерін жазып жүрген, көшіріп көпке таратып жүрген Мүрсейіт Бікіұлы деген әдеби хатшысы болған. Мұхтар Әуезов айтады, мен бері келіп ес білген заманға шейін сондай көшірушілікпен күн кешкен кісі Мүрсейіт деген молда еді. Ол соны кәсіп қылып алған, Абайдың қара сөзімен өлеңін түгел көшіріп бергеніне 5 теңге ақы алушы еді дейді. Шығыс халқында, жалпы Шыңғыстау өңірінде Абайдың көз тірі кезінде мынандай бір үрдіс болған екен. Адамдар қызын ұзатар кезде сол Мүрсейітке ақысын төлеп, 5 теңге бар, кейбіреулер қойын беріп дегендей, Абайдың шығармаларын көшіртіп қыздың жасауына қосып жібереді екен. Сол Мүрсейіттен 1905 жылы, 1907, 1910 жылдарда жазған қолжазбалары қалғандығын Бейсенбаев деген зерттеуші айтады. Және Мұхтар Әуезов айтады, Мүрсейіттің өзі жас жағынан алғанда Абайдан 10-15 жас кіші адам болған. Абай ағайындардың ауылдарында кезектеп бала оқытып жүрген. Және мынау қазір біздің Шымкент қаласында Мұхтар тану ғылыми зерттеу орталығында жұмыс жасайтын, Абай танумен айналысып жатқан, ғылыми еңбекпен айналысып жатқан Әзімхан Исабек деген жігіт өзінің Мүрсейіт туралы мақаласында айтады, Мүрсейіт Мұхтар Әуезовке де сабақ берген дейді. Демек, біз Мүрсейіт Бікіұлын тек қана Абайдың әдеби хатшысы емес, Мұхтар Әуезовтің ұстазы, дәріс берген ұлы ұстаздардың бірі екендігін айтсақ, біз қателеспейміз. Сол Мүрсейіттің қолжазбаларын баласы Рахымбай елбасына күн туған сонау қиын кезеңдерде қабірге, анасының қабірінің басына апарып көмген екен. Сол қабірден Мұхтар Әуезовтің жұмсауымен барған Ғайса Сармурзин барып, сол жаңағы көмген қолжазбаны қазып алған, шынында да қолжазбалар сол күйі сақталған екен. Солар кейін Абайдың бүкіл Абайдың шығармашылығына байланысты шыққан кітаптардың барлығында осы қолжазбалар негіз болды. Және сондықтан біздің қазақ халқы белгілі бір деңгейде Абай мұраларының қазір күнге шейін бізге жетіп, Абайдан тәлім алып жатқанымыз үшін Мүрсейіт Бікіұлына қарыздармыз деп айтыламыз. Енді кеңес дәуірінде Мүрсейіт Бікіұлының аты көп аталған жоқ, оған кедергі болған ол кісінің жаңағы молдалығы деп Мұхтар Әуезов бір жерде өкінішпен еске алады. Енді осы жерде Құнанбай бейнесіне байланысты бір мәселе бар, соған тоқталып кетсек дейміз. Енді Абай жолы кеңес дәуірінде жазылған шығарма, және бірнеше рет сол кездегі саяси жағдайларға байланысты цензураға ұшырады, өзгерістер болды Абай жолында. Құнанбайдың бейнесі енді шын мәніндегі өмірдегі Құнанбайдан, тарихи Құнанбайдан кішкене басқаша суреттелгені енді шындық. Енді осы орайда біз Абайдың өзіне жүгініп көрсек, Әбдірахман қайтыс болған кезде Абай Құнанбайұлы Әбдірахманды жоқтап өлең жазады. Сол жерде өзінің әкесі Құнанбайды құрметтеп еске алады. Арғы атасы Қажеді Құнанбайды айтып отыр. Бейіштен татқай шәрбатты, жарықтықтың өнері айтуға тілді тербетті, адалы ақыл жасынан қозғапты, тыныштық бермепті, мал түгіл жанға мырза еді, әр қиынға сермепті, мұңлы шерлі жоқ жітік аңсап алдың кернепті, бәрінің көңілін тындырып біреуін ала көрмепті, әділ мырза ер болып әлемге жайған өрнекті, тәубесін еске түсіріп тентекті тыйып жерлепті, қазақтың ұлы қамалап іздеген жүзін көрмекті, ақылынан аппайтқан өлгенше болар ермекті, ол сипатты қазақтан дүниеге ешкім келмепті деп еске алады. Осы жерде Абай әкесі Құнанбайға үлкен баға беріп отыр. Ол сипатты қазақтан дүниеге ешкім келмепті деген баға. Жалпы Абай шығармашылығына мән беріп, ден қойып оқып жатсақ, жалпы адам мақтауға Абайдың өте сараң екенін байқаймыз. Тырнақшаның ішінде сараң деген ұғымды, сол Абайдың мақтаған адамдары көп емес, саусақпен санарлық. Соның ішінде ең үлкен баға берген тұлғаның бірі осы Құнанбай. Сондықтан Құнанбайдың бейнесі ол
бір жақты емес, жан жақты қарастыратын тұлға, ірі тұлға, тарихи тұлға екендігін біз ескеруіміз керек деп ойлаймыз. Енді осы жерде осы Құнанбай туралы айттық қой. 1946 жылы дневники «Письма из путешествия по казахским степям» деген поляк ғалымы Адольф Янушкевичтің атақты кітабы жарыққа шыққан, өте құнды кітап. Сол кітабында Құнанбай туралы Адольф Янушкевич былай дейді. Бұл Адольф Янушкевич кезінде мынау бір көтеріліске қатысқанға байланысты өлім жазасына кесіліп, бірақ кейін онысы жағы жер аударуға ауыстырылып, қазақ жерінде біраз болған, қазақ жеріне табан тиген бір ғалымдардың бірі. Құнанбайды көрген, Құнанбаймен сапарлас болған, дастархандас болған, былайша айтқанда Құнанбайды қасында жүріп таныған ғалымдардың бірі. Сол Абай жолынан 100 жыл бұрын жарыққа шыққан кітабында былай дейді Құнанбай туралы. Құнанбай сөйлеу машинасы, бұрамасаң ғана жүрмейтін сағат сияқты. Ояна салып сөйлеп кетеді, содан тоқтағанша тоқтамай сөйлейді. Оған әр минут сайын кеңес алуға қазақтар келіп жатады. Ол бұрынғының шешендерінше белін таянып алып саңқылдап сөйлеп тұрады. Әр үш сөзіне шариғаттан цитата келтіреді. Есте сақтау қабілеті таңғаларлық. Үкіметтің барлық бұйрық жарлықтарын кітаптан оқып тұрғандай жатқа айтады дейді. Осы жерде байқап отырсаңыздар, алдыңғы өлеңмен мына естеліктің арасындағы бір керемет бір ұқсастықты байқауға болады. Енді 100% ұқсастық деп айтсақ болады. Жарлы Жақыбай жоқ жүдік аңсап алдың кернепті, бәрінің көңілін тындырып біреуін ала көрмепті деген сияқты сипаттардың бәрі мынау Адольф Янушкевичтің беріп жатқан Құнанбайға берген сипаттамалармен 100% сәйкес келіп тұр. Сондықтан Құнанбайдың тұлғасы өте күрделі тұлға. Бір жақты қарауға, сол бұрынғы жаңа кеңес дәуіріндегі көзбен қарауға көнбейтін аса күрделі тұлғалардың бірі. Сондықтан мектеп бағдарламасында да Құнанбай тұлғасын, Құнанбай образын талдаған кезде Адольф Янушкевичтің естеліктерін, Абайдың өлеңдерін, Шәкәрімнің естеліктерін, Ахаттың естеліктерін, Тұрағұлдың естеліктерін, Мұхтар Әуезовтің ғылыми мақалаларында жазған Құнанбай бейнесіне қатысты деректерді ескеріп барып, оқушыларға ұсынып барып оқытқан жөн болады деген пікірдеміз. Енді Абайдың шығармашылығындағы педагогикалық көзқарастарға біршама тоқталып өтеміз, әріптестер. Енді осы жерде бала тәрбиесіне байланысты, баланы адам қылып шығаруға байланысты Абай Құнанбайұлында көптеген құнды пікірлер, ережелер, тұжырымдар бар. Соның енді бәрін тоқталып, бәрін терең талдап беру мүмкін емес шығар, бірақ кейбіреуіне біз шолу жасап өтсек деген ниетіміз бар. 7-ші қара сөзінде ұлы ақын жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреу білсем екен демектілік. Не көрсе, соған талпынып, жалтыр-жұлдыр еткен болса, соған қызығып, аузына салып, дәм татып қарап, табағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, оның ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгеріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді деп, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген тұжырым айтады. Яғни бала туылған кезде әр балада осы екі қажеттілікте болады. Біреу тәннің қажеттілігі болса, біреу жанның, рухтың сұранысы. Тәрбие берген кезде осы екеуін ескеру керек дейді. Осы пікірі мынау Мағжан Бекенұлының «Педагогика» деген кітабымен керемет үйлеседі. Мағжан «Педагогика» кітабында айтады, адамда жан мен тән болады. Екеуі бір жан мен тән бөлек болғанымен бір-біріне әсерлесіп, бір-біріне әсер беріп тұрады. Бірінсіз бірінің күні қараң дейді. Абай бұл жерде сол тән құмарының да қажет екендігін, ол онсыз тәннің қажеттілігін өтемесе, тәннің жанға үй бола алмайтындығын атап өтеді. Бірақ осы жерде ең негізгі мәселе жанның құмары, жанның қалауы, бала жанның қалап жатқан нәрселерін беру. Бала сол жанның қалауымен, жанның қалауын қанағаттандырумен, жан сұрап жатқан нәрселерді алумен адам болатындығын баса айтады. Енді кейде осы нәрсені кейбір мұғалімдердің бір қате түсіндіріп жатқанымен куәсі болдым. Бір балдар ішсем, жесем деп туады, тағы бір балдар болады, көрсем, білсем деп туады деп.
екі бала туралы айтып жатқан сияқты бір қате түсіндірме беріп жатқан куәсі болдым. Ол негізі бұл жерде адамның болмысы, бір адамның болмысы, кез келген балада болатын болмыс туралы айтып отыр. 15-ші қара сөзде Абай хакім мынандай бір ғажап бір тұжырым айтады. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өз-өзіңнен есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақыретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзі өкінбестей қылықпен өткізіпсің, жоқ болмаса не қылып өткізгенді өзіңде білмей қалыпсың дейді. Яғни ақылды адамдардың сапында болам, есті кісілердің қатарында болам деген адамдарға өз-өзінен есеп алып туралы тұжырым айтып жатыр бұл қара сөзде. Және шартын қараңыз, егер есті кісілердің қатарында болғың келсе деп тұр. Егер есті кісілердің қатарында болғым келмейді десе, онда бұл ақыл оларға арналмады деген бір астар байқауға болады. Бұл жерде де сол Мағжанның педагогикасындағы тұжырымдарымен керемет бір үйлесім байқаймыз. Мағжан Бекенұлы жан тән туралы талдап келеді де, жанды өсіретін нәрсе өз-өзінен есеп алу деп айтады. Өз-өзінен есеп алмайтын жан жабайы болып қалады. Ондай адамның жаны жабайы, аудан тар, шобыр болып қалады деп еске алады. Сондықтан жанын өсірем деген, жанды өркендетем деген адамға Абай қойып отқан және Мағжан Бекенұлы қойып отқан шарт екеуі енді 100% үйлесіп ұқсап тұр осы жерде. 38-ші қара сөзде ғылым білімді ізденуге байланысты Абай хакімнің бір тұжырымына тоқталайын деп отырмыз. Ғылым білімді әуел баста бала өзі ізденіп таппайды, басында зорлықпен я алдаумен үйір қылу керек дейді. Яғни баланы қашан өзі үйір болғанша алдарқатып, немесе талап етіп, талапшылдықпен оған үйір қылу керек. Енді зорлық деген тура мағынасында түсінбеу керек біз. Оны енді ерекше тоқталып өтейік. Бұл жерде жаңағы талап ету туралы айтып отыр. Қашан бала ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады дейді. Жалпы баланың ғылым білімді өмірлік ұстанымдар қалыптасуына 3 түрлі адамдардың әсер ететіндігін айтады. Ұлы тұлға, оның біріншісі ата-ана, екіншісі құрбы құрдастары, үшіншісі ұстаз. Осылардан қайсысын жақсы көрсе, солардан көбірек алады, солардан көбірек үйренеді дейді ұлы тұлға. Енді сондықтан бұл жерде балаға үйретем, баланы жетектеймін, баланы адамдыққа, ізгілікке, ғылымға қарай бастайым деген адам ең бірінші сол баламен арадағы байланысты, сүйіспеншілікті реттеу керек, соны қалпына келтіру керек деген тұжырым жасауға болатын шығар. Енді Абайдың шығармашылығындағы шоқтықты бір концепциялардың бірі ол толық адам идеясы. Толық адамға байланысты жасалған зерттеулер өте көп. Толық адамға байланысты өздеріңіз бейнероликті, тамаша бейнероликті де тамашаладыңыздар. Енді осы 38-ші қара сөзде толық адамға байланысты мынандай бір маңызды цитата келтірейік. Енді біліңіздер, ей перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол Алла тағаланың өзіне ниһаятсыз болады, оның ниһаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзінен шарт болып кім қадам басты, сол таза мұсылман толық адам делінеді деген бір жолдар кездеседі. Және осы жерде мына толық адамға байланысты екі бір маңызды нәрсені айтады автор. Біріншісі, дүниедегі түпкі мақсатың тек қана өз пайдаң болса, онда өзің шектеулісің, ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген ынсап деп қатты сынайды осы пиғылды. Яғни бұл сипаттама толық адам болам, толық адам болуды мақсат қылған адамға мүлде келмейтін қасиет, тек қана өзін ғана ойлайтын адам. Яғни бұл ынсапсыз адамның қасиеті екендігіне тоқталады. Ал енді толық адамның бойындағы бір сипат ол не түрлі болса да дүниеңмен бе, ақылыңмен немесе малыңмен әйтеуір біреулерге жақсылық тигізбек мақсат болса, онда сол толық адамның жолы осы дейді. Басқа жолда ешқандай үміт жоқ. Үміт болса, осы жолда үміт бар деп тоқталады. Яғни толық адам деген толық адам болам, толық адам қалыптастырам деген адам эгоизмнен тек қана өзін ойлаудан шықпайтын болса, ол ешқашан толық адам болмайды деп тұр автор. Одан кейін сыртқа қатты шектен тыс мән беру, осы қара сөздің жалғасында, осы толық адам концепциясының толық адам туралы ойының жалғасында кейбіреулердің бар өнері мақсаты киімін түзетпек, жүріс тұрысын түзетпек болады да, мұнысын өзіне дәулет біледі. Яғни
сыртқа шектен тыс мән беру, киімге, сұлулыққа, сыртқы сәнге қатты мән беруді ұлы ақын осы жерде қатты сынайды. Және сыртқа ешқандай қасиет бітпейді. Қасиет ол жүрекке боямассыз ықыласқа бітетіндігін айтады. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсер дейсің? Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық, сүймектікпен өседі. Демек, толық адам деген ол тек қана қарахан басын емес, айналасын ойлайтын, елін ойлайтын, елдікті ойлайтын, басқа адамдарды өзіндей көретін осындай тұлғаға тән сипат, сол адамға тән ерекшелік екендігін айтады ғой. Енді өте терең концепция, әрине біз кішкене негізгі ерекшеліктеріне автордың 38-ші қара сөзінде берген кейбір сипаттамаларына тоқталып өттік. Енді Абай шығармашылығын айтқан кезде, Абай ол әрине Бауыржан Момышұлының бір айтатын сөзі бар. Бауыржан Момышұлы аспаннан түскен жоқ, оны қалыптастырған, өсірген топырағы болды, өскен ортасы болды дегендей, Абайдың да алдында біздің 1000 жылдық тарихымыз бар, мыңдаған жылдық тәліміміз бар, әдебиетіміздің өзіндік дәстүрі бар. Сол қара өлеңде сол дәстүр былай беріледі. Үш алтын өлеңінің сырты күміс, жақсатқа бірдей бітер жорға жүріс. Бір қарағанда қарапайым ғана өлең құсап көрінгенмен, бұл жерде қазақ өнерінің үлкен бір негізгі концепциясы жатыр. Үш алтын өлеңнің сырты күміс дегенде, қазақ халқы өлеңнің ішкі идеясы мазмұнын алтынға теңеп тұр да, сыртқы формасын күміске теңеп тұр. Демек, біздің бабаларымыз осы ұстанымды ұстаған, мазмұнға, ішкі идеяға, ішкі мазмұнға басымдық берген. Және сырт қалай болса солай болсын деп тұрған жоқ, сырты күміс болсын деп тұр. Және дәл осы идеяны Абай арғай жалғастырды. Өзінің өлеңінде не дейді? Өлеңге әріңнақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы, іш алтын сырты күміс сөз жақсын қазақтың келістірер қай баласы. Осы жерде іш алтын сырты күміс сөз жақсы дегенде Абай қайдан алып отыр? Өзіміздің дәстүрлі поэзиядан, қара өлеңнен алып отыр. Яғни Абайдың алдында қазақта әдебиет болды, әдебиет теориясы болды, біздің жүйелі тарихымыз болды. Абай сол дәстүрді жалғастырушы ұлы тұлғалардың бір деп айтсақ қателеспейміз. Енді Абай қазақ халқын өте қатаң сынаған қаламгерлердің бірі, және соның ішінде бір қазақтың бір екі мінезін мақтап бағалайды. Бұрынғы бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазағы төмен болған шығар. Бірақ дегенмен мына екі мінезі бізден артық болған. Бірақ біз одан айырылып қалдық дейді. Соның біріншісі елбасы, топбасы деген кісілер болады екен бұрын. Егер олар бір мәселеге кесім айтатын болса, ешкім оларға қарсы шықпайды екен. Екі тізгін бір шылбырды қолыңа берді деп, оларға қарсы шықпақ былай тұрсын, тілеулес болады екен дейді. Екіншісі намысқорлық екен. Яғни елдің ісі деген кезде ешкім үйде отырып қалмайды екен, ағайынға өкпесін ұмытып, сол елдің ісіне бірігіп кірісіп кетеді екен дейді. Енді бұл бізде мән беру керекпіз. Қазір 21-ші ғасырдың өрінде өмір сүріп отырсақ та, мына екі мінез қазіргі біздің қоғамға, бізге, біздің ұрпақтарымызға керек қасиеттер деп айтсақ шатаспайтын шығармыз. Абайдың шығармашылығында кейінгі ұрпаққа ұсынатын, біз оқушыларға ұсынсақ болатын бір ережелер бар, соған тоқталып өтсек, ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз дейді. Кез келген нәрсені көрген кезде оған құлай беріле кетердің алдында ақылдың өлшеуіне, ақылдың таразысына сал. Ақыл мизан өлше қыл, ақылың таразы өлше кез келген нәрсені. Мынау қазір біз мынандай дәуірде өтіп отырмыз ғой, жан-жақтан қаптаған ақпараттардың заманында өмір сүріп отырмыз. Абай соны не дейді? Сол ақпарат болсын, мәселе болсын, бір идея болсын, ең алдымен ақылдың сынына салып көр. Егер ақыл сенбесе, ақылдың мизанына тура келмесе, онда алма деп тұр. Тағы бір тұжырымда кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісіні ал дейді. Яғни бір адамға құлай беріліп, сол не айтса да қабылдай бергеннен гөрі айтып жатқан сөзін саралап, дұрыс қатесін біліп барып, соған мән берген дұрыс екеніне шақырады. Енді осы жерде Әуезов Абайдың жалпы тұлға ретінде берген бір ғажап бір сипаттама бар. Абай өз ойын ешбір күшке табындырғысы келмеген данышпан адам деген бір баға береді, ғажап баға арасында да. Енді сөздің соңында, бағана әңгіменің басында Байтұрсыновтың қазақтың бас ақын деген мақаласында айтылған
бір сипаттамаға тоқталдық қой біз. Абайдың өлеңдері судыратып оқып шыққанға көнбейді. Кейбір өлеңдерін бірнеше қайталап оқығанда бар болғасын, ал кейбір сөздерін бірнеше қайталап оқысаң да бір ұқтырарлық адам болмаса түсіну қиын деген бір сипаттамасы бар ғой. Расында да сондай. Бір екі шумағына кішкене тоқталып кетсек, қарашада өмір тұр, тоқтатсаң тоқсан көнер ме дейді. Қарашада өмір тұр. Қараша деген кәдімгі ноябрь айын айтып отыр. Қарашада өмір тұр дегенді қалай түсінуге болады? Енді қараша 11-ші ай ғой, 50-ге 60-ға барып қалғандығын айтып отыр да, адам өмірінің 50-ге 60-ға таяған шағын осылай қарашада өмір тұр деп суреттеп жатыр. Тоқтатсаң 90 көнер ме? Яғни алдыңда 90 деген желтоқсан ғой енді. Қарашадан кейін желтоқсан, ол 60-тан кейін 70-80 бар, олар да тоқтатқанға көмейді, олар да кеп қалады. Арттағы майда көңіл жүр, жалынсаң қайтып келер ме? Май деген 5-ші ай ғой, жастық шақта айтып отыр да. Жастық шақта көңіл жүр, бірақ ол қанша жалынғанмен қайтып келмейді деп отыр. Яғни Абайдың өлеңдерінде осындай бір керемет бір тылсым, жұмбақ, бүркеп, астарлап сөйлейтін ғажап бір ерекшелік бар. Кейде осындай бір тоқталып, кішкене талдап бармаса түсініп алу қиын. Тағы бір шумағы, мысалға адам мінезіндегі бір кейбір кемшіліктерді сынайтын терең бір шумақтың бірі, бір көрмеге тәп-тәтті қазаны мен қалбаңы, дөң айналмай антатты, бүксіп бықсып ар жағы. Бірден түсіне салу қиын, шын мәнінде. Енді кішкене ой көзін жөріп көрейікші. Бір көрмеге тәп-тәтті, яғни алғаш жолыққан кезде бір жап-жақсы әңгімең де жарасуы мүмкін, әзілің де жарасып түсінісіп те кетуі мүмкін. Қазаны мен қалбаңы деген қазан асып, қалбаңдап қызмет жасауы да мүмкін. Дөң айналмай антатты. Бірақ үйден шыға салып, сені жамандауы мүмкін. Саған берген уәдесін ұмытып кетуі мүмкін, сені сатып кетуі де мүмкін, бүксіп бықсып ар жағы деген соны білдіріп тұр. Яғни қысқаша айтқан кезде Абайдың өлеңдерінде осындай бір тылсым, жұмбақ сипаттар өте көп. Ахаң Ахмет Байтұрсынов айтпақшы, ойланып дағдыланған адам болмаса, Абайдың өлеңдері судыратып оқығанға көнбейтіні айдан ақиқат. Енді біз дәрісімізде Абай шығармашылығындағы кейбір сәттерге, кейбір тұстарға тоқталдық. Енді мынау чат арқылы келген бірнеше пікірлеріңіз бар екен, мен соларға тоқталайын. Индира Ешенқұлова деген тыңдаушы айтады, Абайдың Крыловтың мысалдарын аударғанда да қазақи болмысты ендіргені шығыстан арылмағанына дәлел. Дұрыс. Толық келсем, Абай мынау Батыс Европа авторларының шығармаларын аударған кезде оны қазақтың танымына келтіріп, қазақтың жанына қабыстырып барып аударған. Бұл жерде жаңағы Индира әріптесіміздің пікірмен толық келсеміз. Біз бала кезімізде Ерназар Оспанов деген тыңдаушы айтады. Біз бала кезімізде Абайды ақын деп таныдық, ал Абайдың ойшылдығы ақындығынан әлдеқайда басым. Сол ойшылдығының арқасында өмірдің барлық сұрағына жауап алуға болады дейді. Ғажап пікір. Толық келісуге болады. Қазіргі оқу сауаттылығына да батыс мәтіндер емес, осындай өзімізге тән мәтіндерді қосса деген ұсыныс. Енді бұл енді біздің құзыретімізге кіре бермейтін ұсыныс, бірақ сіздің пікіріңізбен, ұсынысыңызбен өз басым толық келсем. Көпжан деген тыңдаушы Түлкібас ауданынан Абайдың ойшылығына Лермонтовтың шығармалары көп әсер еткен, осы екі ақынның байланысы терең зерттелмеген сияқты дейді. Енді Көпжан әріптесіміз бұл кісіде мектепте ұстаз шығарсыз, неге сізге осыны зерттемеске? Расында да батыс ақындарынан, батыс қаламгерлерінен Абай Лермонтовқа қатты мән берген. Ең көп шығармасын аударған ақыны ол Лермонтов. Дұрыс айтасыз. Енді Абайдың бүкіл шығармашылық лабораториясына түпкі негіздерін әсер етпеген шығар, бірақ Лермонтовтың шығармалары Абайға әсер еткені анық. Абайдың сол автордың өлеңдеріне көбірек ден қойғанда шындық. Абайдың педагогикалық мұраларының негізгі идеяларының бірі адамдардың өзара қарым-қатынасы, әсіресе жастарды еңбекке баулу. Дұрыс айтасыздар. Абай еңбекке қатты мән береді. Тіпті еңбекке байланысты бір өте қатты айтатын пікірлер де бар. Сол Абайдың негізгі мақсаты қазақты ел қылсам деген үлкен мақсат қойған алдына. Сол ел болу үшін даналық керек, білім, ғылым керек және еңбек ету керек. Өзге елдермен салыстырады, кейде қынжылады, кейде күйінеді. Дұрыс айтасыз, еңбекке қатты мән береді. 5 асыл іс деген кезде
талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, 5 асылдың ішіне осы еңбекті жайдан жай кіргізіп отқан жоқ. Шәкір, Шортанбай дулат пен бұхар жырауды сынау асылық емес пе, дейді Шәкір деген тыңдаушы. Әріптестер, мына біздің қазір осы сұрақтарға кішкене тоқталғаннан кейін микрофонды қосып, сұрақ немесе пікір айтам десеңіздер, біз микрофонды қосып сөйлесеңіздер де болады. Енді мына Шәкір деген қатысушының сұрағына тоқталып өтейін. Бұл кісі, бұл тыңдаушы Абайдың мына шумағын айтып отыр. Шортанбай дулат пенен бұхар жырау, өлеңі бірі жамау, бірі құрау. Әттең дүнияй сөз таныр кісі болса, кемшілігі әр жерде көрінеу тұрау. Енді Мұхтар Әуезов жаңа біз жоғарыда атап өткен Абай танудан жарияланбаған материалдар деген кітабында осы шумақты басқаша түсіндіреді. Абай бұл жерде бұл кісілердің тек ақындығын сынап отқан жоқ, олардың қоғамдық көзқарасына көңіл толмай отыр дейді. Абай мынау заманды тану тұрғысынан олардан басқаша қарайды. Мысалға мынау орыстың тілін үйрен деп Абай неге айтып жатыр? Ол жерден бірден мынандай қате тұжырым шығаруға болмайды да, орыстың тілі қазақтың тілінен артық деп тұрған жоқ. Сол кездегі қалыптасқан жағдайға байланысты орыс тілін үйрену керек болып тұр. Мен ойлаймын, егер Абай қазір көзі тірі болатын болса, ол ағылшын тілін үйрен деп айтар еді. Сондықтан Әуезов айтады, бұл жерде ақындығын ғана емес, олардың қоғамдық көзқарасымен келіспей отыр дейді. Міне осындай. Әрине бұл Шортанбай дулат бұхар жырау дегені ол әлемдік әдебиеттегі, әлемдік поэзиядағы өте ірі ақындар. Бірақ Абайдың сынағаны ақиқат. Және Абай танушылар, мысалы соның ішінде Әуезов те бар, бұны асылық деп есептемеген. Ал әріптестер, мен бізге келіп түскен мен пікірлерді, сұрақтарды оқып өттім. Енді бір сұрақ болса, пікір болса, микрофонды қосып айтсаңыздар, ортаға салсаңыздар, біз тыңдауға дайынбыз. Әбеке, өзіңіз бір ашық сұрақ бағыттап жүрсеңізші, ары қарай талқылап тастайық. Мен түсінбей қалдым. Қайталап жіберіңізші, мен түсінбей қалдым. Бір тақырып бастап жүрсеңізші, ары қарай қозғап талқылап тастайық деймін. Жалпы Абай туралы ол қанша айтсақ та таусылмайды ғой. Соның бір кішкентай бөлігін айтып. Мысалы қазіргі Абай тануға байланысты, қазіргі Абай тануда отқан жаңалықтарға байланысты ой қозғауға болады. Кеңес дәуіріндегі Абай тану мен қазіргі Абай танудың айырмашылығы, Абай шығармашылығының біздің жастарға ықпалы, әсері тағы бір пікірге түсіпті. Осындай конференцияларды көптеп ұйымдастырсаңыз құба-құп болар еді дейді. Біз енді күндіге ұйымдастыра алмаймыз, бірақ шамамыз келгенше айына бір рет осындай қазақтың ұлы тұлғаларына арналған осындай дәрістерді өтіп жатырмыз. Әзірге анау Алаш Орданың аяулы ұлдар айтпақшы, әзірге қолдан келген осы барым дегендей, әзірге мүмкіндігіміз осындай болып тұр. Егер әріптестер онда сұрақ жоқ болса, онда бүгінше осы жерден қоштасайық. Біз шабыт рухани танымдық бағдарламасының жобасын әрі қарай жалғастырамыз. Келесі дәрісіміз Алаш Орданың ұлы перзенті Міржақып Дулатұлының өмірі мен шығармашылығына арналады. Сол дәрісте жолыққанша бәріңізге сәттілік, жақсылықта жүздесу нәсіп болсын. Сау болыңыз, жақсы, рахмет. Көп рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Абай әріптесіміз, көп рахмет. Өте керемет дәріс болды бәрімізге де. Сәттілік сізге. Рахмет. Балғадиша апай-ау деймін, даусынан танып тұрмын. Тағы бір сұрақ келіп түсті сізге. Қарап көресіз ба? Сұрақ келіп түсіпті. Ұяда? Мынандай бір өте күрделі сұрақ келіп түсіпті. Мадияр деген ұстаз, Абай жолында Дәркембай деген Абайдың досы өлер алдында баласын Дәрмен Абайға оқыт деп аманат етіп тастап кетеді. Қу кедей болса да баласын кедейліктен құтқаратын тек білім екендігіне көзі жетті. Ал қазір қарнымыз тойып,
кейіміз көгергенбіз, бұл даналыққа неге жете алмадық дейді. Бұл енді өте күрделі сұрақ. Бұл өте күрделі сұрақ. Даналық, расында да даналықтың бұрынғы дәуірлер, бұрынғы бабаларымыздың заманына қараған кезде азайып кеткеніне, кішкене жұтаң тартып жатқанына мен де келісемін. Бірақ енді оны неге оған жете алмай жатыр деген өте күрделі сұрақ. Сондықтан мен қазір өзімнің жеке сұраққа байланысты өзімнің пікірімді айтпай-ақ қояйын. Лекцияны Абай Құнанбаевтың шығармашылығы болғандықтан, Абайдың бір шумағын мысалға келтіріп көрейік. Абай айтады ғой, іштегі кірді қажысы адамның хикмет кеудесі дейді. Сол жүректі, жан дүниені таза сақтауға барынша мән беру керек шығармыз. Абай солай дейді. Сондықтан сол даналыққа жетудің бір жолы рухани тазалық шығар. Абай жан мен тәннен тұрады деп отыр ғой, жан құмар, тән құмар дейді. Сол тән құмарына қаттырақ мән беріп кеткен шығармыз мүмкін. Жанды ұмытыңқырап кеткен шығармыз мүмкін. Менің ойым осы енді. Өте күрделі сұрақ енді бұл. Ал онда осы жерден қоштасамыз. Міржақып Дулатұлына арналған дәрісте жолыққанша сау саламат болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз.